Мен Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжінің теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару мамандығының арнайы пән оқытушысы Досманбетова Ақмарал Мұхамбетжанына бүгін сіздерге жылжымалы құрам және пойыз тартымдылығы негіздері пәнінен E23 тобында жолаушылар және жүк вагондар туралы жалпы мәлімет тақырыбындағы сабағымды ұсынамын. Бүгінгі сабақтың тапсырмасы: вагондарды жүктеу және олардың түрлері. Вагондардың халық шаруашылығындағы қолданысы. Жолаушы вагондарының жаңа инновациялық түрлері. Вагондар паркі жолаушыларды немесе жүктерді тасымалдауға арналған. Жолаушылар паркінің вагондарымен адамдарды, почтаны, багажды тасымалдайды. Оларға вагон-ресторан, арнайы вагондар, вагон-лабораториялар жатады. Вагон-ресторан, жол өлшеуіш вагон, вагон-дефектоскоп және тағы басқаларды жатқызамыз. Жолаушы вагондары алысқа, облыс аралығына, қала маңына қатынайтын болып бөлінеді. Алысқа қатынайтын вагондар жайлы және жай орынды, ал ішкі жоспарлану бойынша күймелі купелі 2 немесе 4 орынды плацкартты болып бөлінеді. Облыс аралығына, қала маңына қатынайтын ашық купе плацкарт вагондары қала маңындағы қатынастағы жұмсақ орындықтармен жабдықталған вагондар электричкаларда болады. Жүк вагондарының түрлеріне келетін болсақ, суретте көріп отырғандағыдай жабық вагондар, ашық вагондар, платформалар, цистерналар және ашық вагондардың түрлері думкар, хоппер және тағы басқалар. Жабық вагондар әртүрлі жүктерді тасымалдауға, оларды сақтау мен ауа райының әсерінен қорғауға арналған. Түйіршіктелген заттар, қорапталған заттар, бағалы заттар, тағамдар, өндіріс заттары, тағы басқа заттарды тасымалдайды. Жабық вагондар жүктерді түсіріп тиеу үшін жанында қозғалмалы есіктермен және люктермен жабдықталған. Келесі жүк вагондарының түрі жайдақ вагондар, платформа дейміз. Жайдақ вагондар ұзын, үлкен және ауыр салмақты жүктерді тасымалдауға арналған. Оларды аласа ашпалы темір ернеулермен және бөренелерді, бағаналарды, тақтайларды және тағы басқа тасымалдауға керекті тіректерді орнататын тетіктермен жасайды. Кейінгі шыққан жайдақ вагонның жүк көтерімділігі 70-80 тонна, массасы 10, 20, 30 тонналық ауыр салмақ контейнерлер орнатуға және бекітуге арналған арнайы құрылғылармен жабдықталған. Ашық вагондарға келетін болсақ, олар негізінен көмір, руда, көкөс, тас сияқты жаппай тиелетін әрі сусымалы жүктерді тасымалдау үшін пайдаланады. Бұл вагондардың екі қапталының ұзыны бойында еденінде қақпақтары бар түсіру тесіктері жасалған. Оларды ашқан кезде сусымалы жүктер вагонның екі қапталына сусып түсіріледі. Вагонның жақтауындағы есіктері өзі жүретін көлікпен ұзын жүктер тиеп түсіруге арналған. Теміржолда 4 білікті, 6-8 білікті ашық вагондарды пайдаланады. Сонымен қатар түсіру тесіктері жоқ, тұтас шанақты ашық вагондар да шығарылады. Оларға тиелген жүктер вагон аударғыш құрылғылармен түсіріледі. Ашық вагондар жүк вагондар паркінде ең көп таралған түрі болып саналады. Ашық вагондардың бір түріне 4 білікті хоппер вагон жатады. Жүк көтерімділігі 50 тонна. Вагон хоппер сусымалы және ұнтақ жүктерді тас, шебен, құм, бидай тасымалдауға арналған. Оның жақтауларының қабырғаларында жүк түсіру қақпақтары орналасқан.
Вагон Хоппер жаңа жол салу құрылысы кезінде көп пайдаланады. Келесі жүк вагонының түрі цистерналар сұйық жүктерді мұнай, керосин, бензин, май қышқылдар және тағы басқа заттарды цистернамен тасымалдайды. Цистерналар сонымен қатар сүт тасымалдауға арналған арнайы цистерналар шығарылады. Цистернаның түрлері: цилиндр түрлі арнайы дәнекерленген темір ыдыс. Оның жоғарғы жағында сұйық затты құюға, ішін тазалауға, жөндеуге арналған қақпақ тесіктер болады. Сұйық жүктердің әртүрлілігі цистерналардың құрылысына елеулі өзгерістер енгізу талап етеді. Қышқылдар тасымалдайтын цистерналар ішкі беті металды қышқыл жеп бүлдірмес үшін қорғауыш қабатпен цистернаның қышқылға берілмейтін металдан, тот баспайтын болаттан, алюминийден жасайды. Сүт тасымалдауға арналған цистерналар тот баспайтын, сыртынан жылу өтпейтін қабатпен жабылған болаттан жасайды. Цистерналар 4 білікті, сыйымдылығы 72 метр куб және 8 білікті, сыйымдылығы 134 метр куб цистерналар бар. Тез бұзылатын жүктерді тасымалдау үшін изотермиялық вагондар қолданылады. Олар тоңазытқыш агрегаттармен және автоматты немесе қолмен басқарылатын дизель генератор қондырғылармен жабдықталған. Изотермиялық вагондар рефрижераторлы 5, 12 және 21 вагондардан тұратын секция немесе пойыз болып құрастырылады. Изотермиялық вагонның бір түрі вагон термос. Аса ауыр, салмақты машиналар мен жабдықтарды тиеу тасымалдау үшін транспортерлер қолданылады. Транспортер дегеніміз көп білікті, көтерімділігі 130, 180, 230, 300 тонналық платформалар болып табылады. Суретте көріп отырғандарыңыз автоматриса, дрезина, жол дистанциясының машиналары болып табылады. Әртүрлі жүктерді, үй мүліктерін, дара заттарды, бағалы заттарды және тағы басқа заттарды тасымалдау үшін 3, 5, 20 тонналық және одан да көп тонналық контейнерлер қолданылады. Оларды орнатуға және бекітуге арналған арнайы құрылғылармен жабдықталған формаларға тиейді. Қалпына келтіру пойызының құрамында әртүрлі вагондар бар. Келесі слайдта көріп отырғандарыңыз арнайы жол машиналары, қар тазалағыш, жол жөндеуіш машиналар. Арнайы вагондарға өрт сөндіру пойызының вагондары жатады. Қазіргі кезде жүк және жолаушылар вагондарының жаңа түрлеріне инновациялық енгізулер болып жатыр. Соның бірі Тұлпар-Тальго жүрдек пойызы. 2011 жылдан бері Қазақстанның Испания еліне бірге отырып шығарған жүрдек пойызы плацкарт және купе болып бөлінеді. Бірақ плацкарттары да кабинкаға орналасқан. Купелері 2 адамға арналған. Әр кабинада 4 адам жатуға болатын төсек орындар орналасқан. Ішінде салқындатқыш, Wi-Fi бар. 220 вольт қуат көзі қамтамасыз етілген. Бір вагоны мейрамхана, бір вагоны бар ретінде құрастырылған. Орындықтары отыруға ыңғайлы әрі жинақталады. Жүру жылдамдығы жоғары, қарқынды. Алматыдан батыс аймаққа 1,5 тәулік ішінде жетуге болады. Бұл пойыздың ерекшелігі ірі станцияларға ғана тоқтайды. Сонымен қатар Ақтөбе Астана, Орал Астана, Ақтөбе Алматы, Ақтөбе Атырау бағыттарында Тұлпар-Тальго пойыздары жөнелтіледі. Тұлпар-Тальго вагондарының ішкі құрылысына келетін болсақ, 3 түрін қарастырып айтуға болады. Бірінші, турист классының вагоны 4 кісілік купелі. Осы типті вагондардың 2 нұсқасы бар. Олар іліністің ортасы арқылы өтетін бойлық тік жазықтыққа қатысты ішкі үлестіруде симметриялы болып келеді.
Вагондардың бұл типінің 2-4 кісілік вагондар сияқты аймақтар мен элементтер болады. Купелер де сондай-ақ пойыздың жол серігіне арналған учаскеде оң жақта орналасқан. Тұлпар Тальго жасаған Гранд класс люкс вагон. Бұл вагонның айырмашылығы 2-4 кісілік вагондар. Арнайы сөрелері бар 5 купеден орналасқан. Олардың әрқайсысында жеке душы бар және санитарлық торап қамтылған. Бұл купелер бір-бірімен байланыспайды. Келесі бизнес класс вагоны 1-2 кісілік болып құрастырылған. Аталған вагондар мынадай элементтермен қамтамасыз етілген. Автоматты жетегі бар сыртқы кіреберіс есік, сондай-ақ тамбур бар. Тальго купесінің отыратын орындықтары жайлы және жұмсақ креслолармен қамтылған. Тальго пойызының вагон рестораны жұмсақ креслолармен жабдықталған және кондиционер орнатылған. Сонымен қатар Тальго пойызының құрамында вагон бар орналасқан. Тальго пойыз вагонның ішкі көрінісіне келетін болсақ, ауыз су, өрт сөндіргіш құралдары, қоқыс жәшіктерімен қамтылған. Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған купе бар. Қазақстанда Тұлпар Тальго заводында Ресей технологиясы бойынша жасалған эконом классты Алматы Маңғыстау маршрутындағы кондиционері бар плацкартты вагондар шығарылды. Және де ол 2019 жылы қолданысқа берілді. Айта кетелік жағдай, Қазақстан Ресейден 100 жолаушы жаңа вагон сатып алу жоспарланып отыр. Сабақты аяқтай келе тақырыпты сұрақпен бекітеміз. Бірінші сұрақ: жолаушы вагондарының қатынасына қарай түрлері. Алыс, облысаралық, қала маңында. Екінші сұрақ: жүк вагондарының түрлері. Жабық, жартылай ашық, жайдақ, цистерна, тағы басқа. Үшінші сұрақ: арнайы пойыз түрлері. Қалпына келтіру пойызы, қар тазалағыш, өрт сөндіру пойызы. Төртінші сұрақ: Тальго пойызының құрамындағы вагондардың түрлері. Турист класс, гранд класс, бизнес класс. Үйге тапсырма. Дархан Сарташ Бекжановтың теміржолтану негіздері оқулығы бойынша 153-157 беттер бойынша дайындаламыз. Сонымен қатар интернетке сілтемені қараймыз. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.